Саламатлық сақшылары деп тариф берілетін медицина қызметкерлерін таярлау мәселесі ардайым мемлекетіміз басшысының тикарғы барында. Әсіресе тарауда сырт ел тәжірибесін үйрену арқалы заманауи медицинаны кең енгізу имканиятлары шеңберінде халықаралық біргесесулерді жолға қоюға мүмкіншіліктер де жаратылған. Қарақалпақстан медицина институты тарапынан түзілген нәубеттегі меморандум Құбла Кореяның Дегу халық медицина университеті менен болды. Атына мәлім болғандай біргесесулер тикарынан халық медицинасын рауажландыруға бағдарланған. Bemor kim bo'lishidan qat'iy nazar, tabib uning tuzalishini istaydi. Iltimos, har kun ularning ko'nglini ko'tarib tursangiz. Yaxshi. Kechasi yaxshi hid taratib turishi uchun boshlari yoniga olma qo'yib qo'ysangiz. Olma? Ha, olmaning xushbo'yi uyquga yordam beradi. Uni yesalar yanada yaxshi. Xo'p, bo'pti. Oshxonada ko'proq ko'k baliq pishirib berishsin. Ishtahalar bo'lmay qolsa, kimchi suvini ichirishsin. Ularga hech qachon ko'k choy bermang. Haqiqatында да tabiat o'zi shifokor. Бұл hikmetning qancha yillik haqiqat ekanligi ming yillar davomida xalq arasida o'zining tasdig'ini topgan. So'nggi vaqtlari rivojlangan ellarda xalq meditsinasi teoriyalik ham amaliy jaqdan to'liq o'rganilib, odamlarni kasalliklardan emlauga qo'llanуға eнгizilib жатыр. Qoraqalpaqston meditsina institutida bugungi kunda 2700 dan aslam student bilim oladi. Institutda tikarg'iti бар studentlarning zamonaviy meditsinaning so'nggi imkoniyatlaridan foydalana bilу, jahon talablari tikarında bilim olуға qaratilgan. Осы мақсатта бүгінгі күнге дейін оқу орны 30-дан аслам сырт ел жоғары оқу орындарымен менен халықаралық біргеслесу шартнамаларын түзген. Кореяның Дегу халық медицинасы университеті тикарынан кеселіктерді ерте анықтау, оның профилактикасы һәм дәрілік шөплер менен сондай-ақ ине менен емлеу бағдарына көбірек итибар қаратқан. Қарақалпақстан медицина институтында мейманда болған кореялық ханегелер даслеп университеттің өзіне тән оқыту усулларын, өзгешелігін һәм имканият жөнінде мағлұматлар берді. Мен Құбла Кореяның Дегу халық медицинасы университеті профессорыман. Мақсатымыз анық, халық медицинасы бойынша біргеслесу. Университетіміз 60 жылдан аслам тарихқа ие. Тикарғы бағдарлар сыпатында халық медицинасын рауажландыруды таңлап алғанбыз. Айымғы тарихқа назар салар екенбіз, тура ауқатлану, дәрілік шөплер менен емлеу, ине терапия қолданылғанлығын көру мүмкін. Хаттекі бүгінгі күнде кітапханаларда да бұндай қолжазбалар қалдырылған, ескі кітапларда сақланған. Қарақалпақстан медицина институты менен бұл жөнелісте біргеслесуді жақсы жолға қоямыз деген пікірдемен. Өйткені бұл үшін имканиятларда қоллап қуатлауда жолға қойылған. Өзбекстан Республикасында халық медицинасын рауажландыруға байланысты қосымша илажлар хақындағы президент қарары. Елімізде халық медицинасын жаңа басқышқа алып шығу, кеселіктерді ерте анықтау һәм оған табиғи түрде жәрдем беру, тура ауқатлану, физикалық дене мәдениетін рауажландыру сияқты саламат тұрмыс қалпын жаратуға қаратылған системаны қалыптастыру басты мақсат. Сөйлесулер davomida ayni осы халық медицинасымен байланысты болған оқулық қолданбаларды қарақалпақ тіліне аудармалау бойынша да алдағы вазипалар белгілеп алынды. Мен де халық медицинасы бойынша шипакермін. Өзбекстанда 8 жылдан бері осы жөнелісте жұмыс алып барамын. Тикарынан ине менен емлеу, яғни мануал терапия бойынша әмелге асырылып жатырған жұмысларымыз өз нәтижесін беріп жатыр. Әсіресе тарауда жас қанегелерді таярлауға итибар қаратқанбыз. Әлбетте, студентлер үшін қолайлы, түсінікті һәм анық жазылған оқу қолданбалары оға да зәрур. Осыны есапқа алып, біз рус, өзбек тілдерінде кітапларды баспадан шығардық. Енді Қарақалпақстандық шипакерлер үшін да жаңалық. Бұл қолданбаны Қарақалпақ тілінде шығаруды режелестіріп жатырмыз. Мағлұмат орында айтатын болсақ, Өзбекстанда 700-ден аслам дәрілік өсімліктердің түрлері бар. Сондан 100-ден зият өсімлік түрлері халық медицинасында пайдаланылады. Негізінде бүгінгі медицинада қолданылатын дәрілердің 50%-ке жақыны өсімліктерден алынады. Ұшырасу соңында тығыз біргеслесулерге тикар болатын келісімлерге қол қойылды.